Ассалаумағалейкум канал көрермендері. Көптеген бізде оңтүстікте жақсы біледі, бірақ көптеген өңірлерде осы шөп тұр. Осы шөптің түрі жоқ, яғни жантақ шөбі. Бұл жантақ шөбін біз төрттілік малға береміз. Мынау дәндері, осы қызыл дәндері осылайынан толық біткен кезде осы қыркүйек айларының алғашқы жауынынан кейін осының шаңы, ашысы бәрі жуылғаннан кейін, содан кейін ору керек негізі. Осының қызыл дән болып, жақсы толық біткен кезде сол уақытта орылады. Бұлар енді арам шөп қатарына, табиғи жолмен шығатын шөптердің қатарына жатады. Бұның пайдасы өте көп. Төрттілік малды бұл ыстық болады, қыстың күнге бергенге арналған. Дәндерін жесе, бұл кәдімгі жемнен де күшті құнар береді. Өте күшті болады бұлар. Әрі ыстық болады, әрі тойымды болады. Одан кейін табиғи жолмен өзі шыққаннан соң арзандау болады. Осы дәндері бұл жердегі ең маңыздысы осы. Биыл Аллаға шүкір жақсы шықты жантақ шөбі. Сонымен көрсеңіздер, қып-қызыл дән. Осылайынан алып біз ешкілеріміз бар, асыл тұқымды, соларға береміз қыс бойына, байқаласа. Одан кейін бұның көпшілік халық емінде де пайдаланады. Осы жантақты жақсылап кептіріп алып, осына дәні бар, шөптері бар, соларын алып жақсылап, шөбі болғанда жапырақтары ғой, осыларды жақсылап кептіріп алады дағыны. Сөйтіп соны кәдімгі заварка дейміз ғой, шай қылып, соның орнына қайнатып сөйтіп ішеді осыны. Сол уақытта осының көптеген емдер, ауру түрлеріне шипа болып табылады, осы жантақ шөбі. Яғни бұны адамның өзі емге қолданғандығы, мынаны төрттілік мал жегеннен соң, оның да организмде көптеген минералдарға, көптеген витаминдерге толықсиды, бай болады, ауырмайды дегендей ғой. Соған осы жантақ шөбі сіздермен таныстырғалы отырмын. Себебі көптеген облыстардан айтып жатады, ол жантақ деген қандай шөп деп. Сол осы жантақ деген осындай шөп. Осындай тікенек болып келеді. Барлығы көрсеңіздер, барлығы осындай колючий, осындай тікенек болады. Қолға кіретін барлығы тікен шөптер. Бұл ең бірінші төрттілік малдың ішіндегі түйенің, ешкінің, солардың сүйіктасы болып табылады. Көпшілік жерлерде қойды, одан кейін ешкілерді осы жантақпен бордақылайды. Себебі бұл әрі арзан түседі, әрі құнары өте көп, күшті болады. Бірақ бұның ыстықтығы соншалықты жылқы малдарына бере бермейді. Буаз жылқыларды іш тастатады ыстықтығынан. Себебі жылқының өзі де ыстық болады ғой. Содан жантақты жегеннен кейін ол іш тастатады. Себебі бұл да ыстық шөп қатарынан жатады. Көрсеңіздер. Енді білетіндеріңіз көріп, ары қарай өтіп кете беріңіздер. Теріс пікірлер жазудың қажеттілігі жоқ. Тек көпшілік сұрап жатады осындай чаттарда, группаларда, ол қандай шөп деп. Сол кісілерге арнап түсіріп атқан осы бейне болып табылады.